Hello children. How are you today? Are you ready today's lesson? Now let's start today's lesson. Asking for giving directions. Яғни бағыт бағдар сұраймыз немесе бағыт бағдар береміз. Жол сұраған кезде адасып қалған жағдайда немесе бір жерді таппай қалай бару керектігін білмей тұрған жағдайда қолданылатын сөздерді үйренетін боламыз. Сол үшін видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Exercise 1. Listen and repeat. Say the school areas in your language. Яғни бұл жерде мектеп берілген. Яғни мектептегі мектеп алаңын өзіңіздің тіліңізде айтыңыз дейді балалар. Бізде барлығы жазылып қойған, қай кабинет қай жерде гардероб бар, қай жерде мысалға стадион бар, ойнайтын алаң бар деген секілді барлық анық көрініп тұр. Енді осы суретті пайдаланып біз қазір қай кабинетке бір кабинетті іздейтін боламыз балалар. Exercise 2. Which Andy is classroom? How can he get there? Andy'дің сыныбы қайда, оған қалай барады? Ол үшін балалар біз preposition of direction, movement, яғни бағыт бағдарға байланысты, қозғалысқа байланысты демеуліктерді қайталап шығайық. Up жоғары, down төмен, along тура, across қию, into ішінде, out of сыртқа, over үстінен, under астынан, through арқылы, round айнала, pass жанынан. Енді диалогты өздеріңіз оқып аласыздар балалар. Мен тек аудармасымен таныстырып өтейін. Кешіріңіз, 3С кабинетін қайда? Лабораторияға дейін тура жүресіз, сосын солға бұрыласыз, сосын қызметкерлердің кабинетінің жанынан өтесіз, және төменірек коридор бар. Және де тура жүрсеңіз, медбикелер кабинетінің жанынан өтесіз, сосын оңға бұрыласыз, сосын баспалдақ арқылы көтерілесіз. Кешіріңіз, тағы да қайталап жүре аласыз ба? Әрине, баспалдақ арқылы көтерілесіз, және коридор арқылы төмен қарай жүресіз. Сөйтіп, 3-ші С бөлмесін көресіз, 10 жақта көресіз. Рахмет, оқасы жоқ дейді балалар. Next exercise 3. Look at the map of the school and in Paris act out similar dialogues to exercise 2. Use preposition of direction, movement, give directions. Балалар, жаңағы біздің мектептің картасы берілді ғой, суреті берілді. Сол суретке қарап отырып, екінші жаттығуға қарап, жаңағы демеуліктерді, қозғалысқа байланысты демеуліктерді пайдалана отырып, біз диалог құруымыз керек балалар. Мен жаңағы осы диалогқа ұқсастырып, өз нұсқамды қалдырдым, соған қарап отырып, өз диалогтарыңызды құрсаңыздар болады. Last task, exercise 4. Read the story, find the linking sounds in the sentence below, listen and check, listen and repeat. Can I go to the lab? I'm always late for school. I hope it's okay for Anna to come with us. How about 8 o'clock? Балалар, теорияны оқып, осы тапсырманы орындауымыз керек. Мен сіздерге дұрыс нұсқасын қалдырдым. Осыған қарап жазып алсаңыздар болады. Бұл көбінесе pronunciationге байланысты тапсырма екен. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Балалар, егер сіздерге сабақ ұнаса, лайк басуды ұмытпаймыз.